Құрандағы бір сүре пайғамбар емес, жай ғана адамның атымен аталғанын білесіз бе? Ол кісінің аты Лұқман. Құранда Лұқман деген бір сүре бар. Ол кісі кезінде өмір сүрген баласына керемет тәрбие берген екен. Ол тәрбиені Алла тағала қияметке дейін адамдарға үлгі болсын деп Құранға бір сүре қылып жазып қойыпты. Бүгін бауырлар, біздің Құрандағы сторителлинг бағдарламамыздың осы Рамазан айындағы соңғы шығарылымы. Соңғы шығарылымға Лұқман хакімнің оқиғасын лайықты деп санадым. Лұқман хакім баласына 10 өсиет қалдырған екен. Оның да Алла тағала Құранда жазып қойыпты. Біріншісі, балам, Аллаға серік қоспа. Әлемдегі ең үлкен зұлымдық ол Аллаға серік қосу. Жалпы өмірде бауырлар, Аллаға арналу керек нәрсені басқа ешкімге арнауға болмайды екен ғой. Өзі өмірде бір конфликт, проблемалар неден пайда болады? Адам мен адам не үшін ренжіседі? Аллаға арнау керек сезімді басқа біреуге арнап қояды. Біреуден үміттеніп қалады, басқа біреуге тәуекел етіп қалады. Ал тәуекел етуге ең лайықты ол тек Алла ғой. Адам деген ұмытшақ, адам қателеседі. Сондықтан да реніштер пайда болады. Ал біз Аллаға арналу керек сезімдердің барлығын Аллаға арнасақ, сол кезде адаммен арамызда проблема болмайды, және Алла біздің үмітімізді ақтайды. Екіншіден, балам, әке анаңмен жақсы мәміледе бол. Анаң сені дүниеге әкелерде әлсіздіктен әлсіздікке ұрынды дейді. Ол не деген сөз? Жалпы әйел адам екі қабат болғанда иммунитеті әлсірейді, тәбеті қашып токсикоз болады, витаминдері түсіп кетеді, аяғы ауырлап жүру қиындайды, түнде ұйықтай алмайды. Одан кейін баланы дүниеге келген соң түнге қарай оянып, мұздай бесік таянып, 2 жыл бойы емізіп баланы өсіреді. Әкең ше? Әкең өзі жемей балам жесін деп, өзі кимей балам кисін деп, күні-түні жер-жерді кезіп жұмыс жасап, ішіне мұң, қайғы, уайым жиналса, ешкімге айтпай ішінде сақтап, сабыр қылып, саған тек жақсылық ойлайтын адам. Сондықтан олармен жақсы мәміледе бол дейді. Ал енді кейбір адам айтуы мүмкін да, маған әкем немесе анам ондай жақсылық жасаған жоқ деп. Сондықтан келесі аятта айтады да, саған әкенің не то что жаңағындай ұрсады, боқтайды, ашуланады, қолдамайды. Тіпті әлемдегі ең үлкен күнә серік қосуды жаса деп қинайтын болса, ол нәрседе бағынба, бірақ өте жақсы көркем мәміледе бол дейді. Ол нәрседе бағынба деген онымен ұрысып, қырылысып, конфликтқа бар деп тұрған жоқ. Жоқ, просто ол нәрсені істеме, бірақ өте жақсы көркем мәміледе бол. Иіліп жастық бол, төселіп көрпе бол дейді. Ойлаңызшы, әлемдегі ең үлкен зұлымдықты жаса десе, осындай мәміледе бол десе, басқа жай ғана ұрсып қойса, ашуланса, әкеңізден бір таяқ жеп алсаңыз, қолдамай қалса, онда қандай көркем мәміледе болуымыз керек. Және осы аяттың жалғасында айтады, маған берілген бойсұнған құлдарының қатарында бол. Себебі қайтар жағың мен жақ. Сол кезде жасаған әрбір ісіңді өзіңе айтып берем дейді. Қараңыз, Құдай сақтасын, ата-анаңмен не то қарым-қатынаста болып қалсаң, маған келесің ғой дейді Алла. Сол кезде жасаған нәрселеріңді саған айтып беріп, жазаңды да сол жерде берем деп тұр ғой. Үшіншіден, балам, тары сияқты кіп-кішкентай болып кетсең де, тастардың арасында болып қалсаң да, немесе аспан, жер қайда болсаң да, Алла сені қиямет күні алдын алып келеді. Сол кезде жасаған әрбір ісің үшін жауап беру керек болады. Алла бәрін көруші, білуші дейді. Енді қараңыз, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші өсиеті бір аятта жазылыпты да, неге десеңіз арасында байланыс бар екен. Балам, намазыңды толық орында, жақсылыққа шақыр, жамандықтан қайтар, және келетін зияндарға сабыр ет дейді. Намазыңды толық орында дейді. Намаз ол ең ұлы парыз ғой. Намазды біз тастамауымыз керек. Намазды толық орындауымыз керек. Және келесі жақсылыққа шақыру деп тұр ғой. Адам жалпы жақсылыққа шақыру үшін де өзі жақсылықты жасай білу керек та. Жақсылық жаса, намазыңды оқы, аузың дуалы болады, сөзің өтімді болады. Сөйтіп жақсылыққа шақыр. Білімің жеткенше, қолынан келгенше. Одан соң жамандықтан қайтар. Және осы істерді істейтін болсаң, намаз оқып, жақсылыққа шақырып, адамдарды жамандықтан қайтарып, осы жолда жүрсең, міндетті түрде саған зиян келеді. Сол зиянға сабыр ет дейді.
Сен бір намаз оқып, тура жолда жүрдің, саған бір сынақ, зиян келмейді деп ойлап қалма дейді. Пайғамбарымыздың хадисі де бар ғой. Адам тура жолда жүр, сынақ келмейді деп ойлап қалмасын деген. Зиян келеді. Қашан да болған. Пайғамбарларға да қарсы шыққан адамдар болған. Пайғамбарларын өлтірген қауымы болған. Біздің де заманда бар ғой, бір жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарып жүрген адамдарға бір жалалар жабылып жатады. Оларды бәрібір жамандап жатады. Неге? Осы аятта айтылып тұр ғой. Сен намаз оқып, жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарып жүрсең, міндетті түрде саған зиян тигізгісі келетін адамдар болады. Олармен қырылыспа дейді. Мен жақсылыққа шақырып жатырмын ғой. Мен Құранды айтып жатырмын ғой. Ата-бабамыз ұстанған ислам дінін айтып жатырмын ғой. Неге маған үйіп зиян тигізгілерің келіп жатыр деп айтпа дейді. Жай ғана Алла разылығы үшін сабыр қыл дейді. 8-ші, балам, адамдардан бетіңді бұрма дейді. Өмірде жалпы адамның күні адаммен дейді ғой. Әртүрлі сұрақтармен, мұқтаждықпен адам сенің алдыңа келуі мүмкін. Одан бетіңді бұрма. Оған жауап бер. Қолыңнан келсе көмектес, қолыңнан келмесе көркем түрде жасай алмайтыныңды түсіндір. Ешқашан адамнан бетіңді бұрма дейді. 9-шы, балам, жер бетінде кердеңдеп дандайсып жүрме. Адам қашан кердеңдейді, қашан дандайсайды. Себебі біреуден бір бас жоғары екен біліп қалса, бір артық дүние келіп қалса, қолына билік келіп қалса, дандайси бастайды. Олай жасама, балам дейді. Неге? Себебі Алла әрбір мақтаншақты жақсы көрмейді дейді. Кейбір деп тұрған жоқ, әрбір. Кім мақтанады, Алла оны жақсы көрмейді дейді. Сондықтан балам, жер бетінде дандайсып, кердеңдеп жүрме дейді. 10-шы, балам, жүрісіңде орташа бол, дауысыңды бәсеңдет. Сөз жоқ, дауыстардың ең жағымсызы есектің дауысы дейді. Қараңызшы, не еткен аят. Асып, тасып, тәкаппарланып жүрме, және мүләйімсіп те жүрме дейді. Орташа бол. Ислам ол орта дін дейді ғой. Орташа бол. Және дауысыңды бәсеңдет, жай сөйле. Егер қатты дауыс адамға бір абырой, жақсылық алып келетін болса, бір есекке жақсылық абырой алып келетін еді. Енді есек бір жануарды Алланың жаратылысын жамандамаймыз, бірақ енді жануарлармен салыстыратын болсаң, бір есек немен теңейді? Мысалы, ат жылқы мінезді екен, фигураң ат екен деген сияқты бір теңеулер бар ғой. Есекпен нені теңейді? Ишак екенсің дейді, болды ғой, сонымен тема жабылды да. Сондықтан да Лұқман Хәкім баласына жүрісіңде орташа бол, және дауысыңды бәсеңдет дейді. Осы 10 өсиетті Алла қияметке дейін ата-аналарға керек болады деп үлгі қылып, Құранға бір сүре қылып жазып қойыпты. Атын да Лұқман деп қойған. Ол кісі пайғамбар емес, жай ғана адам. Бауырлар, мінекей, Рамазан айында біздің бастаған 30 күндік Құрандағы сторителлинг бағдарламамыз осымен аяқталды. Егер бауырлар оқиғаларымызды басынан аяқ тыңдаған болсаңыздар, білетін шығарсыздар. Нұх пайғамбар 950 жыл уағыз айтса да, әйелі иманға келген жоқ. Лут пайғамбардың әйелі иманды болған жоқ. Ибрахим алейхиссаламның әкесі пұт дайындайтын адам болды. Тура жолда болған жоқ. Қараңыз, сізбен бізге берілген иман ол біздің ең бағалы нәрсеміз ғой. Себебі хадис бар ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның. Алла дүниені әркімге береді, қалаған құлына береді, ал иманды тек қана сүйікті құлдарына береді деген. Сондықтан да бізге берілген иман тіпті пайғамбарлардың ең жақындарына берілмеген. Сондықтан Рамазан айында иманымызды көтеруге барынша тырыстық, атсалыстық. Осы иманымызды өміріміздің соңына дейін сақтап қалайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рамазан айының 30 күнінде баяндаған 30 оқиғамыз осымен аяқталды. Рахмет.